Сондықтан да біздің мақсатымыз сізді наоборот андай бітіп қорғау ғой, қорғау. Ана білмей бір Кімнен қорғап жатсыңдар? Қытайдан қорғап жатсыңдар ма? жоқ, Қытайдан емес, незаконный акциялардан. Ол қалай незаконный? Айдалаға барып, өзінің Қытайдың туын өртеп жатқан жаңғыз біз емес қой, дүние жүзінде Қытайдың туын өртеп жатыр ғой. Жоқ, енді қараңыз, басқа мемлекеттің азаматы біздің Қазақстанның туын өртесе, отпаймыз ғой. Бізді жазамыз бүкіл жерлерде. Ол деген Жоқ, бауырым, былай қара. Біздің мемлекет басқа қара тыңдап ал. Біздің мемлекет басқа мемлекеттің жазықсыз соттап жатқан жоқ қой. Өз еліндегі басқа ұлттарға геноцид жасап жатқан жоқ біздің мемлекет. Біздің мемлекет тек өз халқына геноцид жасап жатыр. Өз халқын қырып жатыр. Ақиқат қой. Сендер не бір халықты алдарсыңдар. Жердің бетіндегі 6-7 миллиард адамды алдарсыңдар. Құдайды алдай алмайсыңдар ғой. Иә, әрине ағасы. Мұсылмансыңдар ма өзі? Алхамдулилля, мұсылман. Мұсылман адам боласың, енді тыңда. Сізден білмейсіз ғой, ана жақта ана бала деген, ол деген Қытай азаматын зорлады ғой. Мысалы, осы жақта да сіздің бір туысқаныңызды зорласа, сізден демейсіз ғой, дұрыс па? Ондай ештеңесі жоқ Қытай азаматын зорлаған. Ол Қазақстанға келгеніне 4-5 жыл болған, бүкіл құжаттарының бәрі тура жігіт ол. Біреуді зорлап қайттан Қытайға кірмейді ғой. Қытайдың тем более оның ішкі саясатын бәрін біледі. Енді ағасы, ол жақта сізде болған жоқпыз, бізде болған жоқпыз. Бауырым, былай ғой, сен ақиқатсың негізі. Құдайдан тіле жатқан тұрғанда. Құдайым, мені адастырма, ақиқатты жеткіз менің мынау санасыз басыма, тупой басыма деп. Құдайдан шынымен жалынып сұра, тура жолды ізде. Ертең сен анаяққа кетесің, өз халқыңды жаңадегідей қыспаққа ұстаған үшін. Анау Тоқаевтың артынан еріп, Назарбаев Тоқаевпен бірге. Мен саған шынымен айтайын, бауырым ретінде мұсылманмын дедің ғой, әлхамдулилля, мұсылман бауырым болсаң, мен саған айтайын ақиқатты. Жаным ашып жатыр. Жаңғыз, мен білем, сендер приказбен жүрсіңдер, маған бір сөйтіп жаңағыдегідей, жоғарыдағы шайтандардың. Бірақ ертең мәңгілік өміріңді ойла. Мына өмірде мәңгілік ешкім тұрмайды. Тақ пен табыттың егесі жоқ. Ертең анаяққа барғаннан кейін кімді жақтадың сен? Шайтанды жақтадың, сол шайтан ары қарай. Сен мына жақта бізді соттарсың, отырғызарсың, әкімшілік неше түрлі жазаларменен қинарсыңдар. Мейлі. Ағасы, біз жақта ешкім, если дұрыс деп заңмен жүретініміз, ешкімді қинамайды ғой. Мен былай жасаймын, бауырым, саған тағы айтып қояйын. Сен Қазақстан Республикасының Астана қаласының милиция департаментінесің. Енді мен сенен рұқсат сұрайын. Мен өзімнің жеке меншік, Тоқаевтың да жер емес, Қытайдың да жер емес, Астананың ішінде өзімнің жеке меншік кімде отырып, мен Қытайдың туын өртеймін, Си Цзиньпиннің суретін өртеймін. Ол үшін мен ешкімнен мен мусор өртегенде бірге өртеймін. Оған мен ешкімнен рұқсат сұраймын. Енді сіз тәртіптік жауапкершілікке алып келеді ғой бұл деген. Неге жауап? Мен мусор өртеуге болмай ма? Мен Қытайдың туын өйткені Қытай шамалы аяғын тартсын. Мына қазақ деген қазақ халқы конечно өйтіп біздің басынғанынан мен конечно мен Алланың алдында да айтамын, мен қарсымын, мен Қытайға қарсымын. Қытайдың визасыз кіруіне қарсымын мен. Қытай жазықсыз қазақтар соттағанына қарсымын мен. Мен Алладан жасырмаған, сендерден жасырам ба? Сендер қызықсыңдар. Мен оны көшеге шықсам, мен аттап көшеге шықсам, сендер қоғамдық орын дейсің. Анау карьерде тұрып істесем де, 41-42 разъездің карьеріне барып істейін. Ол жерде қожайын табылады, сөйтіп жаңа қоғамдық орын дейсіңдер. Анау-мынау соттайсыңдар. Ол үшін мына Америкада, демократиялы Америкада кеше 1 миллиард халық шығып, Трамптың суретін өртеп, Трампты жаман ешкімді соттаған жоқ. Соттаңдар мейлі, бүкіл әлемге жексұрын боласыңдар. Ертең біздің де күніміз туады, сол кезде біз де сендерді соттаймыз. Мынау сендердікі қылмыс істеп жатқандарың. Үлкен қылмыс. Біздің мақсат сізді ескерту.
Мейлі, рахмет. Мен де ескерттім, ертең Алланың алдында жазаларыңды аласыңдар. Ұрпақтарыңа кетсін, жеті ұрпақтарыңа барсын, қарқысатсын қазақ халқына қарсы шыққандарды. Бәріңе. Жарайды ағасы. Рахмет сізге. Жақсы. Аха.